Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз күнделікті сабағымыздан сәл ерекшелікте. Себебі мен сендермен бүгін экран арқылы қатынасқа тұрмын. Сондықтан бүгінгі сабағымызды жақсылап назар аударып, көріп, сонымен бірге жақсылап тыңдауларың керек. Сабағымызды бастамас бұрын, өткен сабақтарда өткен әріп сандарымызды еске алу мақсатында ребус шешіп көрейік. Бірінші ребусымыз, алғашқы ребусымызда сан тұр. Неше деген сан тұр екен балалар? 6 деген сан тұр. Қасында Н деген әріп бар екен. Онда осы ребусты шешіп көрейік. 6 деген санға Н әрпін қосып оқимыз. 6-ын. Не деген сөз болды? Алтын. Келесі ребусымыз. Т және 10 сан екен. Бірге оқып көрейік. Тон. Одан кейінгі сөзіміз. К, үш. Қандай сөз шықты? Күш деген сөз шықты. Келесі сөзіміз. Жүзім. Қандай сөз шығып жатыр? Жүзім. Ондай болса балалар, біз сабақтағы өткен сан әріптеріміз арқылы ребус шештік. Қазір мен сендерге бір жұмбақ жасырайын деп тұрмын. Жұмбақты тақтаға іліп, сендерге оқып беремін. Сосын бәріміз бірге шешейік. Үйрек десе бірінші, бүйрек десе екінші. Бұл қай әріп екенін біреу айтып берсінші. Үйрек десе бірінші, бүйрек десе екінші. Қай әріп екен балалар? Ү әрпі екен. Ондай болса біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ү әрпімен танысу екен. Ү дыбысын бәріміз бірге айтып көрейік. Ү дыбысын айтқан кезде ерініміз дөңгеленіп, сүйірленеді. Ү. Ү дыбысын айтқан кезде ү дыбысы кедергіге ұшырап шығып жатыр ма? Жоқ, кедергіге ұшырамай шығып жатыр ма? Назар салып, қайта айтып көрейік. Ү дыбысы кедергіге ұшырамай айтылды. Ондай болса, ү дыбысы бізде дауысты дыбыс екен. Ү дыбысының баспаша түрімен танысайық. Ү дыбысының үлкен ү баспаша ү, кіші баспаша ү дыбысы. Біз баспаша дыбыстарды қайдан көруші едік? Газет, кітап, журналдардан көреміз. Мен қазір сендерге біраз тақтаға суреттер ілемін. Сол суреттерді атап, айтып көрейік. Қандай суреттер тұр? Жүзік, көрек. Келесі сөзіміз. Үйчік, түйме. Келесі суретіміз. Үйрек, үкі. Ал осы сөздерді бәріміз қалай жазылатынын жақсылап назар салып оқып көрейік. Жүзік, жүзік, көрек. Келесі сөзіміз. Үйчік, түйме. Келесі сөзіміз. Үйрек, үкі. Осы сөздерде ү дыбысы сөздің қай бөліктерінде кездесіп тұр екен? Жүзік сөзінде ү дыбысы сөздің ортасында, күрек сөзінде ү дыбысы сөздің ортасында,
үйчік сөзінде сөздің басында екен. Түйме сөзінде сөздің ортасында. Ал үйрек, үкі сөздерінде сөздің басында кездеседі екен. Олай болса, ө дыбысы сөздің басында және ортасында кезігеді екен. Ө дыбысының жазылуы, ө дыбысының жазылуы, ө дыбысының жазылуы, ө дыбысының жазылуы о біздің алдында өткен о дыбысына өте ұқсас болғандықтан сендерге жазылуға сонша қиын болмайды. Сондықтан мен қазір ө дыбысының жазылуын тақтаға көрсетіп берем. Бәріміз де қолымызға дәптер қаламдарымызды алып жазуға тырысайық. Ө дыбысы көмекші жолдан сол жағынан басталып оңға қарата ілмек таяқшамен жоғары көтеріп, тек таяқша арқылы төмен түсіріп, үшбұрыштап жұмыс жолында дейін жазады екенбіз. Ал кішкене ө дыбысы жұмыс жолының ішінде оңға қарата тік таяқша, тағы да көмекші жолға дейін тік таяқша түсіріп, жұмыс жолына дейін үшбұрыштап көтереді екенбіз. Ө дыбысының жазылуы о дыбысына өте ұқсас болғандықтан сендерге көп қиын болмайды деп ойлап тұрмын. Енді олай болса, біз барлығымыз қазір кітабымыздың, оқулығымыздың 80-ші бетіндегі сөздерді оқиық. Бұл сендердің оқулықтарындағы сөздер. Түс, түн, түр, сүт, сүр, бүр, күн, күш, күт, гүл, жүр, жүн, өкі, өгу, өру. Келесі тағы да 80-ші беттегі сөздер. Көшік, көрек, көрең, көріш. Бұл сөздердің барлығы сендерге түсінікті сөздер. Ал енді мен жерде келесі сөзіміз үйрек, үйшік, үйкен, үйту. Бұл сөздердің ішіне сендерге үйкен сөзі түсініксіз болуы мүмкін. Үйкен деген сөздің мағынасы бір нәрсеге сүйкену, соған тағы да жақындау деген мағынада айтылады екен. Ал енді келесі үміт, үшін, өтік, өдеу деген сөздер екен. Осы сөздер, бұның барлығы оқулығымыздағы сөздер, сендер үйде ата-аналарыңмен бірге тағы да бірнеше қайталап оқиды деген үміттемін. Келесі күшіктер деген мәтін, кітабымыздың 80-ші бетінде тұрған күшіктер деген мәтін. Күшіктер мәтіні мен бір рет алдымен жақсылап оқып берейін, келесі де менімен бірге оқимыз. Көшіктер, жөністе үш көшік бар. Үшеуі де сүйкімді. Жөніс оларға үйшік жасады. Көтіп баптайды. Үнемі сүйек береді. Үлкені үркер. Түлкіге ұқсас. Екеуі үлкейіп келеді. Бірінің аты жүйрік, екіншісі сүйрік. Сүйекті көріп, үркер үйшіктен жүгіріп шықты. Енді барлығымыз бірге оқып көрейік балалар. Күшіктер, жүністе үш күшік бар. Үшеуі де сүйкімді. Жүніс оларға үйшік жасады. Күтіп баптайды. Үнемі сүйек береді. Үлкені үркер. Түлкіге ұқсас. Екеуі үлкейіп келеді. Бірінің аты жүйрік, екіншісі сүйрік. Сүйекті көріп, үркер үйшіктен жүгіріп шықты.
Осылай мәтінді оқып түсінген болсақ, мен мәтін бойынша сендерге бірнеше тапсырма әзірлегем, сол сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Бірінші сұрағымыз, жүністе неше күшігі бар? Жүністе неше күшік бар, балалар? Жүністе 3 күшігі бар екен. Жүніс оларды қалай күтеді? Жүніс оларды қалай күтеді? Жүніс оларды үйчік жасайды екен, күтіп баптайды екен. Үлкен күшіктің атын не деп қойды? Үлкен күшіктің аты үркер. Үркер неге ұқсайды? Қандай жануарға ұқсап тұр екен? Үркер түлкіге ұқсайды екен. Қалған екі күшіктің атын атап берші дейді. Қалған екі күшіктің аты қандай еді, балалар? Бірінің аты жүйрік, екіншісінің аты сүйрік болатын. Үркер нені көріп үйчіктен жүгіріп шықты? Үркер сүйекті көріп үйчіктен жүгіріп шықты. Жарайды. Ондай болса, балалар, бүгінгі осы өткен ө әрпімізге байланысты бірнеше қызықты тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмамыз орнын тап деген тапсырма. Бірінші тапсырмамыз орнын тап. Сан және санға сәйкес әріптер берілген. Сандарды ретімен орналастырсақ, жаңа сөз пайда болады екен. Сандарды бірінші санға қай әріп сәйкесіп тұр? Бірінші санға ү әрпі. 2 деген санға т әрпі. 3 деген санға і. 4-ке к әрпі. Онда қандай сөз шығады екен, балалар? Біріншіде қандай сөз шығып жатыр? Үтік. Қандай сөз шықты? Үтік деген сөз шықты. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмамызды жақсылап қарай беріңдер. Тағы да жаңағыдай сандарды ретімен қойсақ, жаңа сөзіміз шығады екен. Жақсылап қарайық. Қай санға, қай дыбыс сәйкес келіп тұр дегенді орнымен дұрыс орнықтырамыз. Біріншіде т әрпі тұр екен. Т әрпі. Екіншіде ү әрпі. Үшіншіде ыл әрпі. Төртіншіде к, бесіншіде і. Не деген сөз шықты? Түлкі. Төртінші тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз қандай сөз болды? Тағы да ойланып оқып көрейік, балалар. Қандай сөз? Оқып көрсек? Біріншіде к әрпі екен. Ондай болса бізде қандай сөз шықты, балалар? Күй деген сөз шықты. Ондай болса біз осы сөздерге қарап, ө дыбысы сөздің тағы да қай-қай жерлерінде кезігеді дегенді қарайық. Біріншіде ө дыбысы сөздің басында екен. Үтік деген сөзді, түлкі деген сөзді ө дыбысы сөздің ортасында, күй деген сөзді сөздің ортасында екен. Ондай болса ө дыбысы сөздің басында, ортасында кезігеді екен. Келесі тапсырмамыз. Кім шапшаң деген ойын. Жамында біраз сөздер берілген. Осы тұрған сөздердің тек басқа әріптерімен сөз құрайық. Қандай сөздер шығады дегенді. Біріншіміз көбелектің ең басқа әріпі к, екінші үйдің ең басқа әріпі ү, нанның басқа әріпі н. Ондай болса, күн деген сөз шығады екен. Ал онда бәріміз жазып көрейік. Күн. Келесі тапсырмамыз. Мен мына жерге сыймайтын болдым, бұлайса. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз. Қарайық жақсылап, балалар. Біріншіде тауық. Тағы да басқа әрпін аламыз. Т. Келесі үтік. Басқа әрпін аламыз.
ү. Үшіншісі лақ. Лақтың басқа әрпін аламыз. Ыл. Келесі суретіміз немен екен? Күшік. Күшіктің басқа әрпін алсақ, к. Ал мынау соңғы суретті сәл ойланып қарап көрейікші, ненің сурет екен? Бұл н-нің сурет екен. Ондай болса, басқа әрпі і. Сонда т, ү, ыл, к, і. Қандай сөз шықты? Түлкі деген сөз шықты. Келесі тапсырмамыз. Тағы да жаңағыдай. Біріншісі үйрек. Үйректің басқа әрпін аламыз. Екінші тышқан. Тышқанның басқа әрпін аламыз. Келесісі ірімшік. Ірімшіктің басқа әрпін аламыз. Күн. Күннің басқа әрпін аламыз. Не деген сөз шығады? Ү, іт, ік. Қандай сөз шықты? Өтік деген сөз шықты. Өтік. Олай болса, балалар, біз бүгін сонымен сабақта ө дыбысымен таныстық. Ө дыбысының баспаша және жазбаша жазылуын, қалай оқылуын меңгердік. Ө дыбысы дауысты дыбыс екенін білдік. Ал сендерге үйге тапсырма. Үйге тапсырма. Үлкен және кіші ө әрпінің әрқайсысынан 2 жол жазу. Екінші тапсырма ө дыбысына арналған 79-80 беттерді оқу. Үшінші тапсырма санамақты жаттап алу. Осындай 3 түрлі тапсырма берілді. Назар салып тыңдаған сендерге рахмет.